Қазақ елі қашаннан талантты тұлғаларға кенде емес. Соның ішінде әнші, талантты сазгер Ержан Серікбаев ағамыздың жөні бөлек болатын. Ержан ағамыз өзінің Алланың өлшеп берген санаулы ғұмырында керемет, өлмейтін, өшпейтін ән қалдырды. Ол кісімен шығармашылық байланыс жасаған азғантай уақытта байқағаным, мен ғана емес, бүкіл достары, өнердегі жарық жұлдыздар, эстрада әлеміндегі талантты достары айтып жүргендей, Ержан ағамыз ерекше ақкөңіл, аңғал, сенгіш, аңқау болатын. Ол кісінің бүткіл сондай керемет қасиеттері, жұмсақ мінезі әнге келгенде, жаңа бір дүниені, жаңа туындыны жазып жатқан кезде жоқ болып кететін. Ол кісінің әнге қоятын талабы ерекше болды. Өзіне бір керемет ән ұнап, ән жарыққа шығып, сөз жаздыратын кезде міндетті түрде мынандай сөз болу керек, ол айтқан кезде мағынасы түсінікті болып тұру керек деп, бір жерден мүлт кетсең, бір жері кедір-бұдыр болып жатса, оны кешірмейтін, ол кезде қатты ашуланып кететін сондай мінезі болды. Ал бірақ жай күндері ол кісіден ақкөңіл, ол кісіден сенгіш адам жоқ, досқа қатал, дұшпанға, досқа адал, қасқа қатал кісі болды. Өмірден өткеніне қанша уақыт өтсе де, ол кісінің әндері уақытпен бірге жасап келе жатыр. Алда да уақытпен бірге жасайды деген ойдамын. Қазақ деген әнді сүйетін ел барда, туған жер барда, Ержан ағамыздың аты мәңгі жасай береді. Ол кісіні көп адам Шәмші Қалдаяқовқа ұқсатып жатады. Шын мәнісінде Шәмші ағамызға ұқсайтын тұстары көп. Биыл Шәмші ағамыздың 95 жылдығы, сол сияқты Ержан Серікбаев ағамыздың да аты ғасырдан ғасырға жасай береді деп толық сеніммен айта аламын. Ұлы бейбарыс, әкесі армандағандай өз мамандығы бойынша жұмыс жасап жатыр. Камила жеңшеміз ошағын өшірмей жарқыратып жағып отыр, түтінін түзу шығарып отыр. Сондықтан да алдағы уақытта да Ержан Серікбаев ағамыздың шығармашылығына арналған керемет дүниелер жарыққа шығады. Соның бірін жақында ғана Жұмат Шанин атындағы академиялық драма театр сіздерге сүйінші сұрайтын күнде алыс емес. Қазақ деген ел барда Ержан ағамыздың аты мәңгі жасай береді.